Баршаңызға сәлем, тағы да қайырлы кеш. Ойда жоқта тағы да бір басыма бір ой старт етіп келді де түсіруді жөн көрдім. Енді мен жақын арада осы Катар мемлекетіне саяхаттап келдік қой отбасымызбен. Сонда мен бір таң қалғаным, білмеймін, мүмкін сіздер үшін ол таң қалатындай жайт емес шығар, бірақ мен үшін таң қаларлықтай жайт болды. Не десеңіз, ол мемлекеттің халқы, өзі халқының саны аз, барлығы бірдей бай. Білесіздер ма? Әрине ол Дубайда да солай ғой. Бірақ мен осы саяхаттап келгеннен кейін зерттей бастадым да, оның барлығы неге, қалай деген секілді ше. Оған дейін білмеймін, қызықтырмаған ба мені, өзіме таң қалам. Неге қызықпағанмын, неге білмегенмін деген секілді. Енді мен неге бұған таң қалдым? Себебі мен бұған дейін ойлағанмын ғой, бір мемлекеттің бүкіл дерлік халқы барлығы бірде бай бола алмайды деп. Енді біз кішкентайымыздан бері бай мен кедей деген секілді неше түрлі ертегілер бар ғой. Жаңа сол ертегілердің ішінде мультфильмдерде бар, сол әсіресе байларды тәкаппар көреді. Содан кішкене ойымыз басқаша деген секілді. Соған таң қалдым. Сонда оказывается болады екен ғой депші. Біздің елде солай болса екен деген ерекше бір сезім қалыптасып кетті. Ертегідей кинодағыдай өмірді біз негізі өзімізге елестете алмаймыз. Ол дегеніміз өз-өзімізді құнсыздандыру, лайықсыз көру. Ал бұлай жасауға болмайды екен расымен де. Өзіңізді лайықсыз көрмеңіз. Мен бір таныстарымда бар. Шүкір осы жетеді. Басымыз аман, сау деген секілді. Әрине шүкір. Аллаға сансыз шүкір. Дей тұрғанмен Аллах Тағаланың мейірімі шексіз, құдіреті шексіз. Барлығы шексіз болған кезде біз неге өзіміздің арманымызды, болашақ өмірімізді неге шектеуіміз керек деген сұрақ қой. Сол үшін де шектемеңіз. Шексіз, барлығы шексіз, тек адамның миы шектеулі ғой, адамның өзіне байланысты. Миыңызды да шексіз қылыңыз. Арманыңызды, мақсатыңызды, болашағыңызды барлығын шектемеңіз ешқандай да. Қалайсыз ба? Ең қымбат жаңағы зәулім үйді қалайсыз ба? Қазір двухкомнатный квартирада тұрып, немесе однокомнатный жаңағы квартирада тұрып, зәулім үй бізге қайда деп отырсаңыз, ол шынымен де қайда болып қалады ол. Егер сондай бір шын ниетпен қаласаңыз, ол сізге тартылады, магнит болып, сіз өзіңіз тартасыз. Сол үшін де және оның қалай орындалып кеткенін білмей қаласыз. Сол үшін де шын ниетпен қалаңыз соны, өзіңізді құнсыздандырмаңыз. Сіз бәріне де лайықсыз, ең жақсыға лайықсыз. Біз барлығымыз бірдей бай бола аламыз. Сол үшін де өзіңізді шектемеңіз, өзіңіздің арманыңызды шектемеңіз. Не ойлайсыз, соны тартасыз. Сол үшін де ол бір қиял, қайдағы деп емес. Сіз солай ойласаңыз, әрине ол солай болады. Ал егер де сеніп, расымен де қатты бір шын жүректен сенсеңіз, ол болады. Сол үшін де өзіңізді шектемеңіз. Мына шексіз ғаламда тек қана адам ғана ғой шектейтінші. Шыны керек, барлық нәрсе шексіз. Аллах Тағаланың құдіреті де шексіз. Талпыныс болса, сенім болса ең бірінші, сіз өзіңізге тартасыз соның барлығын. Ол бір чудо болып шығады ғой, былайша айтқанда, чудо болып орындалады. Ойыңызға еркіндік беріңіз. Ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазыңыз.